Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге татар халқының ұлттық тағамы эчпочмаки дайындайтын боламыз. Эчпочмаки сөзі татар тілінен аударғанда үш бұрыш деген мағынаны білдіреді екен. Көріп тұрғандарыңыздай видеода мынандай үш бұрышты ішіне ет салынған бәліштер дайындайтын боламыз. Жалпы эчпочмаки бұл екінші тағамның орнына беруге болатын тамақтың, яғни тойымды тамақтың түрі болып есептелінеді екен. Әртүрлі рецепттер кездеседі. Соның ішінде бүгін біздер тез осындай ашытқы қосылған түрін дайындаймыз. Өте жұп-жұмсақ қамыры, жұп-жұмсақ болып шығады және салмасы барлығы дәм өте керемет болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыз. Олай болса, бірге жасайық. Ең бірінші біз қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге жылы сүт қажет болады. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, одан кейін ашытқымызды саламыз, қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап, осындай лопаткамен жақсылап араластырып, бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды салып жібереміз. Одан кейін ұнымызды міндетті түрден електен бірнеше кезеңге бөліп өткізетін боламыз. Және тұзымызды да салып жүреміз осы жерде. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 3-4 кезеңге бөліп салып жатырмын. Електен өткізіп, міндетті түрде електен өткізіп салыңыз. Сонда сіздің қамырыңыз үлпілдек болуына да себепкер болады. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Қараңыздар, кішкене сіздің қолыңызға жабысады. Тағы да кішкене аз-аздан ұн себелеп отырып, қамырымызды тағы да илейтін боламыз. Сізде осындай кішкене қолға жабысатын жұп-жұмсақ қамыр шығады. Осындай қамыр шығу керек, қатты болмау керек. Ыдысымызға аздап ұн сеуіп, қамырымызды салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді ары қарай начинкасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге картоп, пияз, фарш және тұз, қара бұрыш, су қажет болады. Фарштың орнына ет қоссаңыз да болады. Енді осы пиязымызды жақсылап уақтап, ұсақтап кесеміз. Фаршымызға қосып, одан кейін ары қарай картопты да дәл осы пияз сияқты етіп, жуамыз сияқты етіп, турайтын боламыз. Кубиктап, майдалап тураңыздар. Барлығын жаңағы фаршымызға қосып, жақсылап енді приправамызды салып, араластыратын боламыз. Ары қарай енді барлығын салдық. Енді осыған тұзымызды саламыз. Одан кейін қара бұрышымызды саламыз. Жарты қасық, жарты шай қасық саламыз, жеткілікті болады. Менде фаршым өте майлы болды, сондықтан мен мына жерде су қосып жатырмын. Сізде егер фаршыңыз майлы болмаса, сұйық май қосып жіберіңіз. Сонда сіздің начинкаңыз сондай сочный болып шығатын болады. Барлығын жақсылап, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып, араластыратын боламыз. Енді мінекей біздің қамырымыз дайын, 1 сағат тұрды. Өте жақсы болып көтерілген. Енді ары қарай қамырымызды жақсылап, осылай ұнымызды сеуіп, қамырымызды бір илеп жіберетін боламыз. Бір илеп, одан кейін ары қарай бізде бөліктерге бөлу үшін, ыңғайлы болу үшін осындай ұзыншалы формаға келтіреміз қолымыздың көмегімен. Мен өзім теңдей бөлікке бөлуге тырыстым. Сондықтан мынандай весыйды қолданып жатырмын. 66 граммнан келді менде. 66 граммнан примерно бөліп шықтым. 66 граммның өзі үлкен көлемде шықты. Сіз мысалға 50 етсеңіз болады, средний қылғыңыз келсе эчпочмакиларыңызды. Мінекей менде 17 штуктай примерно шықты. Осылай дөңгелетіп аламыз, формасын келтіріп аламыз. Енді ары қарай біздер эчпочмакимізді дайындауға кірісеміз. Оқтаудың көмегімен жақсылап осылай жайып аламыз. Дөңгелек формаға келтіреміз. Одан кейін
Осындай дөңгелек формаға келтіргеннен кейін осындай 2 ас қасықпен салмамызды саламыз. Салмасын мол қылып салсаңыздар болады, толығымен көрсетілген құрамында көрсетілген мөлшермен салсаңыздар салмасы кәдімгідей молынан шығады. Дәл осы видеодағыдай етіп түйіп шығасыз. Әзірге осылай түйіп қоямыз. Барлығын жасап шыққаннан кейін тағы бір түйіп өтетін боламыз. Жалпы ортасын осындай аздап дырочка қалдырып жатырмыз. Ол не үшін қалдырған? Бұрынғы тарихқа жүгінсек, олар да татар халқы да біздер сияқты көшпенді халық болған. Сол кезде олар жаңағыдай ыстық суды құйып, осылай тамағын ыстып алу үшін бір жағынан, екіншіден сорпа құюға болады. Сол кезде олар үшін бұл эчпочмаки ең тойымды ас болып есептелінген. Жолда жүргенде мысалы оларға ыңғайлы болған. Мінекей барлығын осылай дайындап болғаннан кейін, сіз барлығын түйіп дайындап болғанша сіздің эчпочмакиларыңыз уже көтеріп үлгеріледі. Енді әдемілеп дәл осы видеодағыдай етіп түйіп шықсаңыз болады. Құрметті достар, егер каналым ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет. Бір жағынан осылай ең соңынан түйіп шыққаныңыз, ол жаңағыдай сіздің эчпочмакиларыңыздың піскенде ашылып кетпеуіне де жақсы болады. Егер сіз осылай түймесеңіз, эчпочмакиларыңыз ашылып жаңағыдай формасы жоғалуы мүмкін. Осы уақытта пештеріңізді 180 градусқа қыздыра берсеңіздер болады. Қысып тұрған пешке салатын боламыз. Енді бір жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып, осы эчпочмакиларымыздың бетіне барлық жағына әдемілеп жағып шығатын боламыз. Қырық-15 минуттың ішінде сіздің бәліштеріңіз пісіп шығатын болады. Мінекей бәліштеріміз дайын болды. Өте сондай тәбетті ашатындай болып, әдемі болып, қызарып, мінекей пісіп шықты. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және үйдегілеріңізге толықтай ұнайтынына мен сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Соңына дейін видеоны қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.